Сәлеметсіз, құрметті достарым. Бүгін салат дайындаймыз. Пекинский капустаны жартысын аламыз. Өйткені өте үлкен ол. Жапырақтарını барлығын алып, осыны тураймыз. Пышақпен, қолмен де негізді үзуге болады, бірақ пышақпен тураймен көбінде үлкен. Ұсақ турамайыз, үлкенді болып турайық. Және ортадағы мұны қаттысын алып тастаймыз. Бәрін осы жартысын үстіңгі жағы капустаны жұмсаған түгел осылай тураймыз. Капустамызды түгел міне осылай турап алдық. Енді бұған біз помидор қосамыз. Помидор, үйдегі помидор 8-ге бөлдім. Осылай турап тастаймыз. Төрт-бес помидор қосамыз. Помидордың бөлшегіне қарап, енді үлкен крупный ма, жоқ кішірек помидорлар болса, енді көбірек көзге қарайсыздар, енді өздеріңіз қанша келеді екен. Помидорлар тураймыз, осылай 8-ге бөліміз. Одан жұмыртқа, 4 жұмыртқа алдым. Бұны міне 4-ге бөліп, оны каждый бөлікті 3-ге бөлім. Жұмыртқа үлкенді болып кетеді. Осылай жұмыртқаны пісіріп, қатты болу керек. Жұмыртқа жақсы пісіру керек, езілмейтіндей. Осыны қосамыз. Және бұған үйде тауықтың еті окорочка ғой, енді окорочканы пісіріп алдым. Окорочканы осылай етін бөліп, бір қасық қана ас қасық май құйып, оны жақсылап қуырдың қып-қызыл қылдырып қуырамыз. Бұған қызыл бұрыш, қара бұрыш, кішкене аздап тұз саламыз. Паприка, копченый паприка бар, сонымен қосып, бәрін араластырып, осылай майға қуырып аламыз отқа. Жақсылап қып-қызыл қуырғасын. Бәрлігін одан кейін оливканы тазалап саламыз. Бес косточек кесіп жүреміз. 2-ге бөліп бес косточек оливка. Оны түсіруге соткам жанбай қапты телефон. Араластырып аламыз, бәрлігін жақсылап тұрып. Бұған аздап өзіңіз көзіңіз қана тұз салуға болады, және тауығымызды салып аламыз. Тауық етін. Бұған енді майонез дайындаймыз. Өзінің соусына оливковое масло алып 2 ас қасық қиямыз. Горчица 1 шай қасық толығымен аламыз. Толығымен және майонез. Майонезға 3 ас қасық майонез саламыз. Және бұған чеснок, бір чеснокты теркадан өткіземіз. Чесногымызды енді өткіземіз. Кішірек чеснокты болса 2, үлкендеу болса, онда 1 жетеді. Қатты ащы болмау керек. Бәрін жақсылап араластырып, мынау соусымызды осыған қиямыз, осы салатымызға. Соусымыз өте дәмді шығады. Осының бәрін араластырамыз. Қолмен араластырып отырмын енді. Өзіме жейтін боласын. Қолмен араластырдым. Өте дәмді. Оливка өзінің бір дәмін береді. Өте дәмді салат болып шығады. Бұл да бір пекинский сияқты, бірақ уже басқаша. Осындай салат жасаңыздар. Өте дәмді болып шығады. Бір ингредиент қоссаңыз, уже салат өзгереді. Және үстіне мінекей сыр бізде голландский соленый ашлау. Соленый голландский сырды турадық. Өте дәмді салат болып шықты. Каналымды қолдаңыздар. Лайк басып, комментарий жазыңыздар. Ас болсын. Жазылуға ұмытпаңыздар.